Сәлем достар, бүгін мен сіздермен жұп-жұқа болып шығатын құймақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Жалпы өзім осы рецепті 2 жылдан бері қолданып келемін. Менің басқа да видеоларымды өткізіп алмас үшін каналға жазылып қоюды ұмытпаңыз. Бізге ең алдымен керегі 4 жұмыртқа, шекер, ұн, сүт, тұз және сұйық май керек болады. Төрт жұмыртқаға 3 ас қасық шекерді қосып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Енді жарты ас қасық тұз қосып, тағы да араластырамыз. Келесі этап бізде сүт 200 мг және де салқын болуы тиіс. Оны да жақсылап араластырамыз. Үстінен 2 ас қасық сұйық май қосып, тағы да араластырамыз. Араластырып болған соң, үстіне 200 грамм ұнды қосып, тағы да араластырамыз. Енді дәл осы қоспамыздың үстіне қайнап тұрған 200 мг ыстық суды құйып, аз-аздан құйып, араластыруды бастаймыз. Осы жолы жақсылап араластырып, ешқандай да бүдір-бүдір болып қалмас үшін жақсылап араластыруды ұмытпаймыз. Алдымен табамызды жоғары отта қыздырып аламыз. Үстіне дәл видеодағыдай етіп майды жұқалап жағамыз. Енді жарты шөміс қоспамызды алып, дәл видеодағыдай ортасына құйып, шет-шетіне айналдырып жеткізетін боламыз. Блинчик пісіргенде міндетті түрде табақ қызып тұруы тиіс. Әйтпесе екінші беті мүлдем дұрыс шықпауы мүмкін. Сондықтан табаның қызып тұруы өте маңызды. Дәл осы видеодағыдай етіп, екі бетіне аударып, 1-1,5 минутта пісіріп аламыз. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға подписация етіп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Жалпы осы рецептпен менде 16 құймақ шықты. Құймақтарымыз дайын. Дәл осы рецепті сіз де пайдаланып көріңіз. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.